Бірінші есепте 5/4 сантиметр квадрат тіктөртбұрышқа іште сызылған шеңбердің радиусы 1,5 сантиметр. Тіктөртбұрышқа кездейсоқ қойылған нүкте шеңбердің ішінде болмау ықтималдылығы қандай? Ең алдымен тіктөртбұрыштың ауданын тауып алайық. S тең А көбейтілген Б, яғни 5 көбейтеміз 4-ке тең 20 сантиметр квадрат. Енді шеңбердің ауданын тауып алатын болсақ, S тең пи r квадрат. Пи бізде 3,14-ке тең, көбейтеміз 1,15-тің квадратына тең 3,14, көбейтеміз 1,15-тің квадраты 2,125-ке тең болады 7,65 сантиметр квадрат болады екен. Енді ол нүктенің шеңбердің ішінде болмау ықтималдылығын табу үшін біз онда, яғни А оқиғасының ықтималдылығы деп алып бірден алып тастаймыз. Нүктенің ішінде болмау ықтималдылығы, яғни шеңбердің ішінде болмау ықтималдылығы бірден аламыз. Классикалық анықтаманы қолданатын болсақ, яғни бұл жерде барлық элементар оқиғалар ол 20-ға тең, және қолайлы нәтижелер саны ол бізде 7,65-ке тең. Ортақ бөлім беретін болсақ, толықтауыш көбейткіш 20 болады, яғни бөлшектің бөліміне 20. Алымында 20-дан аламыз 7,65-ті, сол кезде шығады 12,935. Енді 12,935-ті 20-ға бөлетін болсақ, бізде 0,1064,675 шығады екен, яғни оны біз мыңдыққа дейін жуықтайтын болсақ, 0,647 шығады. Жәшікте 90 шар, яғни олар 1-ден бастап 90-ға дейін белгіленген. Жәшіктен кездейсоқ алынған шардың 6 сан болатын ықтималдылығын табамыз. Екінші есеп, яғни 90-ға дейінгі 6 санын кездесетін сандарды жазып шығамыз. Ол 6, 16, 26, 36, 46, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 76, 86 жазып шықтық. Енді кездейсоқ алынған шардың 6 сан болатын ықтималдылығын табу үшін, яғни классикалық анықтаманы қолданатын болсақ, А оқиғасының ықтималдылығы тең болады. Бізде барлық шарлардың саны 90, және 6 кездесетін сандарды санап шығатын болсақ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Яғни 18 қолайлы нәтижелер саны 18 екен. 90-нан 18-ді 18-ге қысқартатын болсақ, 18-ді 18-ге бөлсек 1 болады, 90-ды 18-ге бөлсек 5 болады. Бұны ондық бөлшекке келтіретін болсақ, 0,10-2 болады. Үшінші есепте бір уақытта 2 ойын сүйегі лақтырылды. Сүйектердің жоғары жағында шыққан сандардың қосындысы 8 болу ықтималдылығын табыңыз. 2 ойын сүйегін лақтырған кезде жоғары жағымен түскен 2 санның қосындысы 8 болу үшін біз енді жазып көрейік, яғни ол 2 мен 6 болып түсуі мүмкін. Одан кейін 3 пен 5 түсуі мүмкін. 4-те 4 түсуі мүмкін.
6-да 2 түсуі мүмкін, және 5-те 3 түсуі мүмкін. Енді ықтималдылықты есептейтін болсақ, жалпы 36 және 8 түсу ықтималдылығын санайық. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 36-тан 5 болды, яғни 5-ті 36-ға бөлетін болсақ, жуықтап алғанда 0,14 шығады екен. 14. Төртінші есепте фабрикада сөмкелер шығарылады. 100 сөмкенің ішінде 8-інде ақау кездеседі. Кездейсоқ алынған сөмкенің ақаусыз болуының ықтималдылығын табайық. Жалпы 100 сөмкенің 8-інде ақау кездеседі екен, сонда ақауы жоқ 92 сумка. Енді ақауы жоқ сумканы таңдап алуының ықтималдылығы, яғни жалпы сөмке бізде 100 сөмке және ақаусыз 92 сөмке. 100-ден 92 4-ке қысқартсақ 25, алымында 23 болады. Тең 25-тен 23.